Баршаларыңызға ассалаумалейкум, сіздермен бірге жансая каналыма қош келдіңіздер. Егер сіз намаз оқитын болсаңыз және намаздан кейін үнемі таспих тартуға ерініп кетсеңіз, не болмаса ұмытып кете берсеңіз, осы хадисті есіңізге ала жүріңіз. Кім әр намаздан кейін 33 таспих субханалла, 33 тахмид альхамдулилля, 33 такбір Аллаху акбар және бір тахлил. Тахлилдің қазақша аудармасын қазір сіздерге оқып беретін боламын, ал арабшасын видеоның барысында көрсететін боламын. Аудармасы: Алладан басқа құлшылыққа лайықты құдай жоқ, ол жалғыз, әрі оның серігі жоқ, бүкіл билік оныкі, әрі барлық мақтау мадақ оған лайық, әрі оның күш-құдіреті барлық нәрсеге толық жетеді десе, ол адамның теңіз көбігіндей күнәсі болса да кешіріледі дейді Муслим хадисте. Мінеки құрметті оқырмандарым және канал қонақтары, алдарыңызда тахлилдің арабша нұсқасы келтірілген. Сонымен қатар мынандай хадиспен бөліскім келіп отыр. Егер сіз парыз намаздан кейін сүннет амалдарды оқуға ерінсеңіз, онда мына хадисті есіңізге алып жүріңіз. Кім әр күні 12 ракағат сүннет намаздарын тастамай оқитын болса, оған жәннатта үй тұрғызылады. Бұл жердегі 12 ракағат ол жалпылама таң намазынан бастап құптан намазына дейінгі қосымша оқылатын барлық сүннет намаздарды қосып тұр. Мінеки менің құрметті оқырмандарым және де канал қонақтары, бүгін сіздермен осындай пайдалы, өміріңізге іске асыруға болатын екі түрлі хадиспен бөлістім. Сіздермен бірге болған жансая. Егер де каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алуды, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Келесі видеоларда кездескенше, ассалаумалейкум.